Солтүстік Қазақстан облысында сауықтыру лагеріне өндірістік тәжірибеге өтуге барған университет мұғалімі әлі табылмады. Бүгін Ерболан Ыстабаевтың жоғалғанына тура бір ай болса да, үштігейлі жоғалып кеткен ұстаздан еш хабар жоқ дейді туысқандары. 38 жастағы Ерболан Ыстабаев Петропавлдан жақын маңдағы Мирас сауықтыру лагерінде жоғалып кеткен болатын. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде алғашқы әскери дайындық мамандығынан сабақ беретін ол кешке таман белгісіз кеткендігі туралы да айтқанбыз. Дегенмен туысқандардың айтуынша, лагердің маңындағы 10-нан артық елді мекендерді аралап шықса да, бірде-бір із жоқ дейді. Олар тіпті біреу оны қыстап отырса, берілген ақпарат үшін сыйақы барын және айтқан адамның есімін жарияламауға да келісіп отыр. Ал жұбайы мен 11 жастағы қызы Әлия әлі де жақсы хабар болады деген сеніммен күтіп отыр. Хочется сказать, что человек же это не иголка в стоге сена. Жердің астына кіріп кетуі мүмкін емес. Құпия түрде қалайша жоғалып кетеді ол. Біреу міндетті түрде көруі тиіс. Өйткені лагерь аумағында адамдар да көп болды ғой.